Мына таңғасты жасауға ерініп жүрсем, ал бұл өте қытырлақ болып піседі екен, және ішіндегі сыры созылып, қараңыздаршы, түрі де әдемі болып шығады. Батонның ішіндегі жұмсақ жерін алып тастаймыз, ішіне салатын салмасын дайындаймыз. Мен Нәрленнің докторская шұжығын пайдаландым. Халал, және осы тұрғаны 1 килограммға жақын, яғни 900 грамм. Бағасы да өте қолжетімді, скринда алсаңыздар болады. Помидорды ұсақтап тураймыз. Үкіштен өткен сыр, жұмыртқа, қара бұрыш, тұз салып барлығын араластырамыз. Табамызға сары майды саламыз. Міндетті түрде сары май қосыңыздар, сол кезде өте дәмді болып шығады. Нандарыңыз ішіне салмасын саламыз. Газдың астын ақырын отқа қоямыз, міндетті түрде, өйткені күйіп кетуі мүмкін. Бетін 1 минутқа жауып, келесі бетін пісіріп аламыз. Болды, әсемдік үшін укроп сеуіп, әдемілеп, сәндеп дастарханға қойсаңыздар болады. Рецепті сақтап алыңыздар. Осындай ерекше идеяға толы тағамдарды менің парақшамнан көре аласыздар. Парақшама тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Қызылордада 40 градус ыстық болса да, мына тағамды бірінші рет жасап тұрмын. Шөліңді қандырып, қарныңды тойдырады. Рецепті сақтап алыңыз. Укроп пен көк пиязды турап, үстіне кішкене тұз сеуіп, суын шығарып еземіз. Жұмыртқа, редиска, қияр, колбаса. Жұмыртқа, редиска, қияр, колбаса. Мен Нәрленнің докторская вареная колбасасын пайдаландым. Кесілген кезде әдемі кесіледі және өте дәмді. Халал, бағасы жағынан өте тиімді. Осы тұрғаны 1 килограммға жақын. Скрин жасап алсаңыздар болады. Піскен картошка салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Бөлек ыдысқа айран, қаймақ, горчица, газдалған су құямыз. Барлығын бірге араластырып, үстіне тұз саламыз. Болды, осымен біздің окрошкамыз дайын болды. Жасап көріңіздер, ас болсын. Қыздар, бұл салат қазір қонақ келгенде жиі қойылып жүрген жаңа салаттың түрі екен. Мен де жасап көрдім, өте керемет болып шығады. Сіздерге де керек болып қалар, рецепті сақтап алыңыз. Піскен ет, жартылай ащы бұрыш, түрі осындай ұзын болып келеді. Қызыл, жасыл, сары, тәтті бұрыштарды қосамыз. Қызыл пияз, банкадағы дәл осындай жүгері, кинза, горох, тұз, қант, паприка, кориандр, чеснок, соя тұздығы, қызып тұрған сұйық майды құямыз. Міндетті түрде қыздырып алыңыздар. Барлығын жақсылап араластырамыз. Осымен біздің салатымыз дайын болды. Осындай қазіргі кезде хит болып жүрген салаттардың рецептісін көргіңіз келсе, менің парақшама тіркеліп алыңыз, және сол жақтағы рецептерді қарап шықсаңыз болады. Және ол салаттардың барлығы қазіргі кезде мастер-класстарда ақшамен сатылып жүрген рецептер, ал мен сізге оны тегін беріп жатырмын. Сондықтан міндетті түрде парақшамды жоғалтып алмас үшін тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Қыздар, мына рецепті мастер-класстарда ақшаға сатып жатыр, ал мен сізге тегін беремін. Сондықтан рецепті сақтап алыңыз. Піскен ет, арнайы банкадағы жүгері, помидор, осындай ұзын жартылай ащы бұрыш, 2 түрінен қосасыздар, және 1-4 см деп банканың сыртында жазылып тұрады. Осындай кішкентай корнишондарды қосамыз. Горох, және видеода көрсетілгендей сарғыш саңырау құлақ қосасыздар. Кинза, сарымсақ, паприка, кориандр, қант, тұз, соя тұздығы, қызып тұрған сұйық майды құямыз. Міндетті түрде майларыңыз қызып тұруы керек. Барлығын жақсылап араластырамыз, тәрелкемізге саламыз. Дәл осы рецептпен жасайтын болсаңыздар, сіздерде орташа көлемде 2 тәрелке шығады. Осы видеоның астына қанша штуктан керек, соның барлығын жазып қоямын. Жасап көріңіздер, парақшамды жоғалтып алмас үшін тіркеліп алыңыздар. Мастер-класстағы қазіргі кезде хит болып жүрген салаттардың рецептісі менің парақшамда өте көп. Сол үшін міндетті түрде тіркеліп алуды ұмытпаңыз.